Осы келін болып түскеннен кейін қазақтың дәстүрінде шай деген болады. Келіннің қолынан ішетін бірінші шай дейді. Айналайын бақытты бол дегеніңе жет. Қосағыңмен қосақ алып, үбірлі шүрлі бол. Әрқашанда осы отанымыздың, халқымыздың қалаулы келіні бол, үлгілі келін бол. Бақытты болуға тілектеспіз айналайын. Ағайын енді екі басынан қуаныш болып жатыр ғой енді. Келін сүріп жатырмыз. Енді бәріміз кеше ағайын туғанның бәрі қатысты. Екі бастан енді өзімізге жақын мына туғандарымыз бәрі бас қосып келіннің қолына шай ішінде бұл ата-бабамыздан қалған келатқан жол. Сосын әрі өзіміз бас қосып бір жағынан рахметімізді айтайық, бәтемізді берейік дегенде бүгін қайтарым деп жатқан сөзімді қоймай қалайын деп қайтарып. Ал енді рахмет айналайындар. Бір қарап тұрайын. Айналайын бақытты болып. Мен жалпы ортаға айтып не дейін. Келгеннен кейін оның ана тілектің ешқандай айналайын бақытты болып. Қосағымен қосаға мына ортаға келіп аттың бақытың жантын айналайын. Айналайын енді кешеден бері келгеннен бері сол үшеуі кіргеннен бері көріп атқанша мына қандай ауызбысы қандай ортаға түсуінің жебірін сезіп атсың, сондай жастасың ғой айналайын. Бақытты бол айналайын. Өзіміз енді бәрін танысып білсіп атсың. Әрі танысып білсесін енді бүгін түнде нетемдігін әлі қарым-қатынас ешқандай нетпейді ғой. Сен не де білесің. Мен де кеше таныстырды. Айналайын бақытты бол. Қайда жүрсіңдер, аман болыңдар, аман болсыңдар. Қосағымен қосаға шүгірлі бол. Осы мына өзіміздің ағайындарға, жан-жақтарға бәріне айналайын. Әрқашан қызмет жаса, аман бол айналайын.